Ассалаумағалейкум құрметті өнерсүйер қауым. Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың айтуымен жеткен деректе былайша баяндалады. Соқыр қыз білектің әні. Руы байұлы оның қызыл құрты. Өзі сұлу ақын, домбырашы әрі әнші болған. Жасынан шешекпен ауырып, екі көзі қалады. Осы халін зарға қосқан халық арасында білектің әні, соқыр қыздың әні аталып кетеді. Әдебиетші ғалым, филология ғылымының кандидаты Қабиболла Сыдиқов құрастырған Ақберен атты жинақта 19 ғасырдың екінші жартысында танылған айтыс өнеріндегі ақындардың бірі Білек Тұмарбайқызы делінген. Кітапта одан әрі Білектің Өтебай ақынмен айтысы берілген. Білек сөз қағысу үстінде тіл шешен, көңіл есен, атым Білек, айырылдым жиырмада көзден жүдеп, деп өз жайын айтқан екен. Сол Білектің әні, соқыр қызды орындайық.